Ааларыңыз насылдым. Демалыстарыңыз сәтті өте берсін. Қалдарыңыз қалай, не қылып Чай пай ішіп жатсаңыздар ас болсын. Үй жинап жатсаңыздар Құдай қуат берсін. Демалыс ол үй жинау, үйдің тірлігін бәрін жасап тастау деп па. Бопты, Құдай өзі аруақ сақшыларда қуат бере берсін. Мынандай жалпы болжамға мынандай сұрақ кепті. Жақын арада жұмысқа кіремін ба? Енді көреміз. Жалпы болжамға жалпы сұрақтар кетеді. Күзде, қыста, көктемге, алдағы 6 айға деп айтайық. Мына жақта біреу бупе әкелеткен. Алдағы 6 айда. Бопты, кеттік опырым. Жалпы болжам. Жандарым, сол құттықтаймын. Кәдімгі заңды түрде құжаттарыңыз, бүкіл салық, бүкіл және зейнетақы, бүкіл санкнижка және бүкіл құжаттарын тап-тұйнақтай қылып сізді жұмысқа қабылдайды. Болмаса екінші нұсқада, екінші мағынада бұл жерде сіздің өзіңіздің заңды жұмысыңыз, сіздің өзіңіздің мамандығыңыз бойынша соны өліп өшіп оқыған нәрсеңіз сіздің мамандығыңыздың призвание орысша қалай? Сейчас, оба. Google көкеме барсам, кәсіп деп аударыпты призванияны. Сіздің онда кәсіби жұмысыңыз онда, солай айтайық. Құтты болсын, құттықтаймын, уайымдамаңыздар. Дайындала беріңіздер бүкіл құжаттарыңызды. Ол бір, екіншіден, мені кірем, мені болады, я деп бүйтіп, бүкіл күш қуатыңызды ояқа бөле бермеңіз. Бұл жерде нақты сенімді болыңыз, мен жұмысқа орналасамын. Болды. Ол жер сіздікі, ол орын сіздікі. Айтпесе, деп ішкі дүниеңіздің бәрін соған күш қуатты жібере берсеңіз, өзіңізге күнделікті өміріңізге онда қуат жетпей қалады. Сондықтан деп па. Бұл жерде енді тағдырлық нәрсе. Мүмкін тағдырлық ер азаматыңыз кездестіресіз. Мүмкін керемет өсіп, өркендеп, күшті атағыңыз шығып кетеді сол жұмыс орнында. Лайым биіктерден көріне беріңіздер.